Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Алионушка. Бүгін сіздермен осындай биік 7 сантиметрлік бисквит жасап үйренетін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар продуктымен жасайтын боламыз. Достар, менің видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып белсенді болып отырыңыздар. Бисквитке крем қолданбадым. Үй жағдайында сгущенка мен сары майдан крем жасаған болатынмын. Бізге қажетті заттар 5 жұмыртқа, ұн, разрыхитель, қант және бізге осындай 2 құрғақ ыдыс қажет болады. Жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөлек 2 ыдысқа ажыратып алатын боламыз. Достар, біздің ақуызымызды ажырататын ыдысымыз осындай пішіндес болу қажет. Іші құрғақ болу керек. Ішінің құрғақтығына мән береміз. Біздің ыдысымыздың іші су ылғал болатын болса, біздің бисквитіміз көтерілмейді, достар. Біз бірінші осыған мән беруіміз қажет. Ал біз 5 жұмыртқамызды 2-ге ажыратып алатын боламыз. Біз ақуызымызды ажыратып алдық. «120 грамм қантымызды бөліп салатын боламыз. Жартысын сарысына салдым, жартысын ағына салатын боламыз. Біздің ыдысымыз құрғақ болғандай, миксерімізде міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Бастапқыда біз ақуызымызды жай жылдамдықпен миксерлейміз. Әр минут сайын біз жылдамдықты көбейтіп отырамыз. Біз ақуызымызды 5 минут қантты сала отырып миксерлейтін боламыз, достар. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің ақуызымыз көпіршіктеніп көтеріліп жатыр. Қантымызды саламыз. Әр минут сайын қантымызды бөліп және жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Біздің ақуыздарымыз дайын, үлпілдеп әдемі болып шықты. Өз салмағын өзі ұстап тұр. Төңкергенде біздің ақуыздарымыз ағып кетпейді. Енді кезек біз жұмыртқаның сарысын ағарғанша миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз дайын. Енді біз ақуызымызды мұқият астынан үстіне дейін күрекшемен осылай жай араластыратын боламыз. Мұқият астынан үстіне дейін, достар. Біркелкі болғанша араластырамыз. Көрдіңіздер ме, үлпілдеп әдемі болып 110 грамм ұнымызға 2 шай қасық қопсытқышымызды араластырып, міндетті түрде ұнға араластырыңыздар. Елеуіштен өткізіп, астынан үстінен қарай күрекшенің көмегімен шаймен араластырамыз. Ұнымызды бөліп салып араластырамыз.
міндетті түрде күрекшемен жасаңыздар достар. Бисквитімізді пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 30 минутқа пісіріп алатын боламыз достар. Осындай формамызға саламыз және осы қағидаларды ұстанамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Біздің бисквитіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай. Бізде 7 сантиметрлік бисквит пайда болды. Мен бисквитімді 3 бөлікке бөлдім. 4-ке бөлсеңіздер де болады. Достар, дәл осы рецептпен жасауға сіздерге кеңес беремін. Осындай биік, әдемі, алтын түстес, өте дәмді бисквиттер пайда болады. Достар, менің каналыма тіркеліп комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.